шырылдаған үн бебеу қағып толастамады. Өмір деп аталатын жарық дүниеге әлдеқалай келгеніне шамырқанды ма, әлде қаратастай зіл тағдырын тұла бойы түршіге сезінді ме, қызылшақа нәресте тынбай зарлады. Ащы үні ашына шығып, әлдекімде кегі жеткендей жұдырығын түйе шірене іңгәлады. Терезенің сыртынан түнерген қара түнді тіліп өткісі келгендей айғайға басты. Жақынынан медет күткендей ара-тұра ыңырсыған үн береді. Анасы сәбиіне көз қырында салмады. Өзін босандырып алған дәрігер Жұпаргүлге айтқаны оны састырып тастады. Мына азан-қазан дауыстан миым айналып барады, алып кетші оны. Қазір ана мен бала ажыратылмайды, бір палатада болады. Жұпаргүл жас келіншектің перзентханадағы жаңа тәртіптен мүлде бейхабарлығына таң қалды. Ғаламтор дамыған қазіргідей заманда титтей бір жаңалықты жасырып ұстау мүмкін емес қой. Оның үстіне жас аналар өздерін қызықтыратын перзентханадағы барлық жайттарға құлағы түрулі келетін еді. Ал жедел жәрдеммен жеткізілген мына келіншек бір түрлі тосын. Құртақандай сәбиін иіскеп бауырына басудың орнына алып кет деп долданады. Ажыратпайды деймісің? Ажыратқанда қандай? Жұпаргүл сандырақ халде жатса да қасіретінен үздік-создық сыр берген келіншектің қасынан кете алар емес. Бірақ бұлайша тағат тауып әңгімелесуге мұрша қайдан болсын. Жұпаргүл өзге де міндеттерін атқаруға шығып кетті. Әйтсе де жас ананың өксік үні құлағынан кетпеді. Күздің қара суығы күшіне енген ызғарлы түн орталанғанда барып Жұпаргүл келіншектің палатасына қайта келді. Кіре сала байқағаны ол баласын мүлде қозғамаған. Өмірінің алғашқы сәтінен бастап батпен қасіретті еншілеп алған бейбақ шақалақ қарны ашып ыңылдай берді. Келіншекте қимыл жоқ. Құдды бір тас мүсінді жығып төсекке сұлата салғандай. Ояусын ба, су берейін, шөлінді бас. Су емес, у берші, құтылайын мына азап дүниеден. Келіншектің бұл түрліктен бас кеше сөйлеген сөздері дәрігерге тым қатты естілді. Мен тірі жанға тек жәрдемдесумен келемін. Күйеуім екеуміз де дәрігеріміз. Қандай жақсы күйеуің бар, балаң да бақытты болар. Ал мен... Келіншек қыстығып бүкіл денесі қалш-қалш етіп жылай бастады. Ана болсам баламды бақыт етер едім-ау. Әттен, Жұпаргүл көкірегін кере күрсінді. Құдай-ау, сендей жас қызға сонша запыран құстырған қандай қатыгез ол? Туғандарына хабарласайын, келсін, жанында болсын. Анам өмірден озған. Әкем екінші рет үйленді. Содан бері салқын тартып кетті. Әрі менің мына жағдайымды естіп тікті жек көріп кеткендей. Туған әкесі баласынан безіне ме? Уақыт өте келе бойы үйренер. Әрі сүйкімді жиенін көргенде жібіп сала берер. Жоқ, менің шақырар жанашырым жоқ. Әкем бала көрсе жіби салатын мейірімді емес. Ол намыс деп кеуделеніп қалған. Аты жөнінді дұрыс жаздырдың ба? Орынгүл Ізбасар қызы деп едің. Мен ешкімді алдап сұрқиялық жасамадым. Керісінше өзім алданып, бір әзәзілдің тұзағына түстім. Оны әр сөзіне сеніп, ұшпа махаббатқа мас болып жүргенімде, ол мен өзі айтқандай табиғи қажеттілік үшін пайдаланып келіпті. Оның әйелі екі бірдей баласы бар екен. Кеш білдім. Орынгүл өзінің кеш білген шындығын көзінен жасы сырғанай айтып аһ ұрды. Әй, аңғал сіңілім-ау, саған жәрдемдескім келіп тұра. Бірақ қалай көмектесерімді де білмеймін. Жұпаргүлдің сөзін қалта телефонның шылдыры үзіп жіберді. Жұпаргүл Әзілбай қызы, шұғыл жеткізілген ана бар. Тездетіп қабылдау бөліміне жетіңіз. Орынгүл, мен жұмыс арасында келемін. Оған дейін сен сабана түсіп, ас суыңды іш. Толғағында ауыр болды. Жақсылап демал. Келіншек үндемеді. Әлденеге бекінгендей сұлқ жата берді. Жұпаргүл қабылдау бөліміне жылдам жетіп барды. Толға қысқан әйелдің жанында бірнеше жақыны жүр. Орынгүлдің шырқырай жалғыз жеткен аянышты күйі көз алдынан жылжып өте берді. Жан қиналғанда қасынан жақынның табылғаны да үлкен демеу ғой. Бұл келіншекті де Жұпаргүл қиындыққа тап қылмай босандырып алды.
өмірге іңгәлап қыз бала келді. Нәзік үнімен анасын шат қылды. Жұпаргүл әйелдің туыстарына қуанышты хабарды жеткізгенше асықты. 10 жылдай осы аудандық перзентханада дәрігер болып жүрген Жұпаргүл қаншама нәрестенің өмірге сәтті келуіне септігін тигізді. Қаншама әкенің қуанышты жүздерін көріп, өзі де солармен бірге қуанды. Өзі ие бола алмай жүрген ана бақытын өзгелердің дидарынан байқап, тек қызығумен келеді. Сүйінші деп жайран қаққан бұған талай жерде ақша ала жүгіргендер болып еді. Әлі де бар ондай ақ көңілділер. Қуанса қолындағы барын ұстаса салатын қазақ емеспіз бе? Жұпаргүл сүйіншісіне берілген ақшаны да ерекше қара деп еске салуға тырысып, ұсынылатын параны да алып көрген емес. Күйеуі Дархан екеуінің ата-ана болар бақытты сәтін күтумен сол ғажайып күнге таза жету жолында жүрген еді. Құттықтаймын. Сіз баланың әкесі боларсыз. Иә, әкесімін. Тезірек айтыңызшы. Дәрігері ұл туады деп еді, ұлым жақсы ма? Қатқан қайыстай қара жігіт аптығып сөйлеп, тіпті құлақ аса қояр түрі жоқ. Кешіріңіз, жұбайыңыз қыз босанды. Мүмкін емес, учаскелік дәрігері тексеру кезінде ұл деген. Қапқара жігіттің беті жүзіндегі манағы қуаныш лебі лезде сейіліп, ала көзі шатынай қалды. Әйеліңіздің жағдайы жақсы, бала да бір қалыпты, одан басқа қандай қуаныш болсын? Жұпаргүл қыз баланы бейне бір керексіз заттай көріп, зікір салуға дайын тұрған жігіт ағасына ашық жақтырмай қарады. 4 қыз туды, 5-шісі ұл болады деп сеніп ем. Мына өмірден ұл көрмей, ұлдың әкесі болмай өтем бе? Кәдімгідей жоқтау сарының соза бастаған еркекті бірге келген үлкен әйел жұбата бастады. Не ексен соны ұрасың деді де Жұпаргүл кезекшілік орнына оралды. Бітпейтін қағаздарды толтырып, әріптесімен бірге бір талай отырды. Екеуара сөздері жұмыс жайында ғана. Тәжірибесіз әріптесіне қағаздардың ретін түсіндіріп отырса да, Жұпаргүлдің ойынан бүгінгі екі жақтай кетпей қойды. Екеуі де дүниеге бала келгеніне назалы, бәз біреулердің жазбай-ақ жаттатқан занымен жазалы. Бұрын қазақ қыз туса өрісін кенеетін болды деп қуанбайтын ба еді. Ал қазіргілердің қайсы бірі әйеліне қыз тапсан ажырасамын деп қоқиланады. Ал әкесіз туған сәби дегенмен жетімін жылатпаған қазақпыз дегенде кереметпіз. Бірақ сол жетімдерді тастанды атандыруға, тағдыр тезіне салуға шімірікпейміз. Сонда бұрынғы қазақтан қазіргі қазақтың кем түскен-ау. Әй қойшы, мынадай ауыр ойлармен отырып уақыт өтпес, одан да палаталарды бір көріп қайтсын. Жұпаргүл орнынан ақырын көтеріліп дәлізді бойлап келе жатты. Кенет өзі де байқамастан Орынкүлдің палатасының есігіне келіп тұрғанын бір-ақ көрді. Бұл не? Жас қызға жаны ашығаны ма? Жоқ әлде жетімін жылатпайтын қазақтың қайырымдылығы ма? Өз ойына өзі малтыққан Жұпаргүл палатаға кірді. Бәрі тыныштықта ұйықтап жатыр. Сәбилер алаңсыз пысылдаған кезде Жұпаргүл демін ішінен алатын. Ол үшін тым қасиетті тыныштық осы бір бейкүнә нәрестелердің ұйқыдағы шағы болатын. Дәрігер жақынданышы. Орынгүл басын жұлып алып тұншыға сыбырлады. Не айтайын деп едің? Бір керегің бар ма? Жұпаргүл әйелді тыныштандырмақ болып жанына жетіп барды. Сіздің маған көмектескіңіз келеді ғой, солай ма? Сыр суыртпақтамай оқыстан тура қойылған сұрақтың астарынан Жұпаргүл әлде бір жағдайды шамалап тұр. Иә, қолымнан келсе жақсылығымды аямас едім. Мына еш жазығы жоқ баланы аяймын. Шынымен көмектескіңіз келсе, онда мына баланы асырап алыңыз. Менің тым болмаса көңілім тыныш жүрсін. Баласын емес, әлде бір затын бөгде біреуге ұстата салатын жомарттай келіншек жайыла үн қатты. Не сандырақ бұл? Балаңды бөтен біреуге бөктеріп жіберсең, көңілің қалай тыныш болады? Бала өзіңнің анасының бауырында өсуі керек. 9 ай бойы құрсағында көтергенде оған бір ретте еміренбедің бе? Осыншама жауыз болармысың? Дәрігер тосын ұсыныстан есінен танардай болып түрегелуге ыңғайланды. Менде қалса аштан өледі. Жұмысым жоқ. Әкем жүктілігімді білгенде ат құйрығын кескен. Баланың әкесіне хабарлас. Шекесі торсықтай дені сау ұлын көрсе мүмкін мейірімі оянар. Жұпаргүл баланың тағдыры тігілген саудадан қалайда қашқысы келді. Жоқ, ол барып тұрған тас жүрек.
жүктілігімді білгенде енді қайтейін, әкең үйіне барып ту деген. Одан енді үміттенбеймін. Көмектесіңіз, балам тым болмаса тірі қалсын. Менің оған берерім барым осы. Аман қалсыншы, өтінемін сізден. Дені сау ғой. Иә, дені сау. Бірақ тегі кім? Жұпаргүл шым-шытырық ойдың шырмауында қалды. Жетімдер үйінде оны жақсы күндер күтпейтінін білем. Ал сіз әйелсіз, дәрігерсіз, анасыз. Ойланыңызшы. Өлердегі сөзін айтқан, өмірдің азын көріп, көп азабын тартып үлгерген, содан да барлығынан көңілі қайтқан бойжеткеннің баласы үшін жасаған дәрменсіз әрекеті Жұпаргүлді ойландырып тастады. Ол еш құпия жасырмайтын-ақ жарқын мінезіне басып, күйеуіне қоңырау шалды. Дархан да ұзақ жөн сұрап қыстамады. Жұпаргүлге тез-ақ жетіп келді. Дархан келгенде Жұпаргүл Орынгүлдің ұлын құшақтап отыр еді. Оның бұл бекем отырған түрін көріп, Дархан алған бетінен қайтпайтынын іші сезді. Құпияны бүркемелеуге шебер түн баласында Жұпаргүл ұлын кеудесіне басып, құшырлана иіскеді. Осы иісті қанша жылдан бері күтіп, зарығып келген әйел екі иіні солқылдап үнсіз жылап отырды. Дархан, мен саған қайтсең де баланы қабылда демеймін, бірақ мен осы баланың анасы болуға шешім қабылдадым. Алла алдында мен бүгін ана болдым. Әйелінің нық сөзінен ешқашан айнымайтынын білетін Дархан келісті. Әрі сәби сүюге шөліркеп жүрген мезеті 40-тың 40-асы еді. Өзі анасы тумайтын келіннен құтыл дегенде жүрегінің қалауымен қосылған жарын қиып кете алмаған болатын. Бүгін сайқымазақ тағдыры тағы да алдына таңдау тастапты. Не бала асырап алу, не болмаса Жұпаргүлден ажырасып жаңа бақыт іздеу. Бірақ осы жаңа бақыт іздеу ұғымы Дархан үшін миға қонымсыз көрінетін. Ол өз бақытын тек сүйікті әйелінен ғана көретін. Жұпарым, ажырасу туралы сөз қозғама деп өтініп едім ғой. Бұл баланы Алла бізге сый етіп тұрған болар. Қабыл алайық. Қалғанын заң жолымен реттейміз ғой. Дархан қыздай қосылған қосағына төніп келіп, оның жасты көзін сүртті. Осы сәт Дарханның көз жанары да жасқа толып тұр еді. Ай сәулесінен ада түпсіз шыңыраудай тас қараңғы түн бұл үшеуара құпияны жуып шайғысы келгендей нөсерлете жөнелді. Толассыз төгілген нөсер адамдардың күнәсінің айғағынан із қалдырғысы келмегендей өршелене құйды. Ертеңгі атартан олардың тап-таза періште күйлерін қайтарып бере қояр ма? Бұның бәрінен бейхабар нәресте әлде нұрлы, әлде ойлы, қырлы өмірін бастап кетті. Ананың батасын алмастан, тіпті ақылдаспай-ақ бала асырап алдым деймісің? Сен өзіңнің қандай сорға тап келгеніңді тіпті салмақтай да алмайсың. Сені ана бедеу қатын құртты, өміріңді күл талқан етті. Сен енді тек құрдымға кете бересің. Құдай-ау, енді қайттым. Ұлым көз алдымда тозаққа кетіп барады. О Аллам, жар бола көр. Өзін өресіз ұлыма. Шешесінің байбаламын Дархан үзіп жіберді. Апа, сіз қуанар деп үміттеніп едім. Оның бекер екен. Тым құрыса қуанған рай танытсаң қайтер еді? Ойбай-ау, мен аза тұтып отырсам қалай көлгірсіп қуанамын? Ана Жұпаргүлдің сені тозақтың түбіне тастайды. Қайда бір тексізді бауырына басқан екенсің. Одан не қайыр күтесің, а? Апа, жетер енді. Мен сізден бала асырауға рұқсат сұрай келмедім. Жай хабардар еткім келген. Оның да артық болғанын көріп тұрмын. Мен кеттім. Қайда кетесің? Қара шаңырақтың иесі сен емес пе едің? Жұпаргүліңнің қабағы бір жолата ашылсын деп мені қызымның қолына қараттың. Мұнда жағдайым жақсау, бірақ өзімізді өз үйімдегідей сезіне алмаймын. Жалғыз сыраймын. Құлыным, өз ошағымда аңсаймын. Ал сенің бала асырап алғаның жақсылық емес. Ана шіркін азынап қоймады. Жалғыз ұлының сәби сүймеуі оның жанын аяздай қаритын. Ал бүгін ұлы келіп, келіні екеуінің бір тастанды сәбиді асырап алғанын айтқанда, ана көңіліндегі немерелі боламау деген үміті шорт кесілген. Содан да ол жылап сықтаудан тынбады. Қай күнәм үшін мен осылай бір қызыл етке зарықтырып қойдың, Құдайым-ау. Неге мен ел қатарлы немере сүйіп, өз шаңырағымда қартаймадым? Жарқын отағасының шаңырағы күйреді ғой. Бала асырап алса, енді ана жылан келін өзі туалмайды дегені ғой.
Біліп едім, сол албастының алғаш келген күннен бастап қаншырдай қатқан кейпінен бір сұмдықты болжап едім. Қыз күйеуімнің қолынан ақыретке аттанармын. Онда барғанда отағасына не бетімді айтамын? Жалғыз ұлың тұяқсыз қалды деймін бе? Сен келіңнің соңынан жүріп, маған топырақта салмайтын түрің бар. Ал Құдаймен сорлыны тезірек ал, көрсетпе бұдан өзге мазағыңды. Апа, әке атанғанымның несі мазақ? Әкемнің шаңырағының түтіні тұзу ұша береді. Өкпе ренішіңді қойда үйге қайтшы. Жұпаргүлді де бекерге жазғыра берме. Сені үйден қуған кім бар? Немереңді көрсең, мені бүгінгідей ренжіткеніне өзің ұялатын боласың. Ол сондай тәп-тәтті кіп-кішкентай. Тәйт, көрсетпе маған ол тексізді. Менің немерем жоқ, соны біліп қой, шық үйден. Қадиша кемпірдің даусы күйіне ащы шығып шаңқ ете қалды. Төргі бөлмеде алаңсыз ойнап жүрген 3 жасар жиені қатты дауыстан қорқып кетіп жылап қоя берді. Азан-қазан болған үйден Дархан атып шықты. Әлденеден бас сауғалай қашқандай бір аласапыран күй. Анасының бетіне баса айтқан шындығын мойындаудан қашып бара ма? Әлде ана аузынан айтылған кесірлі болашақ болжамынан құтылғысы бар ма? Әйтеуір зытып барады. Кімге қапалы, кімді айыптайды, өзі де білмейді. Миында мұң сұрақ қадалған бойда көлігіне отырды. Жұпаргүлді көруге асықты. Жаны қысылса да, жадырай қуанса да, бүкпесіз бөлісер, шын кенесер өмірлік жарымен жүздесуге сабыры қашты. Жылдамдықты арттырып, құдды бір жыннан қашқандай аласұрып үйіне жетті. Машинадан түсе сала сүрініп барып, бойын қайта тіктеп алды. Талмау көкке көз тастады. Нұрын төккен күзгі күн оған қарадақты болып көрінді. Киелі күннің өзінде де дақ шалған ба? Оны да әлдекімдер ғайбаттап, көзіне шықып, көңіліне сызат салған ба? Дархан көзін уқалай үйіне кірді. Жұпаргүл, жинал, мына жақтан кетеміз. Баяғыда солай жасауым керек еді, әлі де кеш емес, кетеміз. Түтіккен күйеуін көріп, Жұпаргүл байсалды мінезімен оны сонына дейін тыңдады. Апаммен ренжісіп қалдың ба? Шілдеханаға келмеймін деді ме? Енесімен сырағыл болып кеткен келіні оның не қылық көрсеткенін көрмесе де бажайлап тұр. Анам осы жолы артық кетті. Маған тым ауыр сөздер айтты. Ұлымды тексізге, өзімді тозаққа шым батып бара жатқан шарасыз байқұсқа теңеді. Бұдан арыға төзе алмаймын. Кетеміз бұл жақтан. Дархан, сабыр ет. Өз анаңнан безініп оңбассың. Оның уайымын да түсінемін. Өзінің туған немересі болмаған соң, оңайлықпен оң қабағын бере қоймасы да анық. Сол мінезін біле тұрып, сонша шу көтергеніне, бұл жолғы қылығына да шыдайсың. Жұпаргүлдің қоңыр даусы Дарханды ашу құйыннан арашалап алды. Апамның ашу ызасы басылғанша бізде бара бермей, байымыз тауып отыра тұрайық. Сосын Арланды көтеріп барғанда батасын берер. Арлан әжесінің көз алдында ер жететін болады. Дархан сол жақсы күнге сенейікші. Енесінің сөзін сөйлеп, оған шан жуытпай ақтап алған әйелінің парасатына сүйсінген Дархан көңілі жайланып шайға отырды. Шай ішпестен бұрын тәтті ұйықтап жатқан ұлының маңдайынан иіскеді. Осы бір өмірдегі ешбір иіс атаулы теңесе алмайтын ғажап сиқырлы иіс. Дархан бақытының бастауына айналған. Ұлын сүйіп, құшағына алса болғаны, бұл дүние бұрынғыдан бетер жарқырап кетеді. Достың табасы да, дұшпаны әжуасы да елеусіз қалады. Қарбалас жұмыс қамынан да, сұғанақ сөздің суығынан да жаны тек осы жерде тыныштық табатын. Жұпарым, бала күтіміне байланысты демалысқа шыққаның өзіне жаққан ба қалай? Оның шырайланып кетіпті. Дарханның сабасына түсіп, арғымақ ашуының ауыздығын байсалды ақылына ұстатқанын Жұпаргүл оның қағытпасынан андады. Көңілім тоқ, бауырым да балам, жаным да жарым. Басымда баспанам бар, одан артық жаратқаннан не сұрайын? Әйелі де орайын тауып әзілдей жымиды. Ол жымиғанда Дарханның көңілінің қаймағында күллі әлем шуағын шашқандай көрінетін алғашқы жылдардағы әсер сол баяғысынша ұйып тұр еді. Сонда бар арманы орындалған ару бұдан өзге ештеңені қаламай ма? Дархан келіншегін
ашық еркелете жайдарылана күлімсіреді. Айтпақшы, бақытты аруымның тағы бір қалауы бар. Жұпаргүл бірден салмақты райға ауысты. Ол не қалау? Тек айтсам болғаны демде орындаймын. Еркелеген жарын одан бетер бақытқа бөлуге даяр. Дархан оның тілегін қазір-ақ оң шешіммен қауыштырардай құлшынып отыр. Бірақ әйелі қалжыңнан шын әңгімеге ауысты. Апамнан кешірім сұрап үйге оралуын қамдайық. Осы үйдің сәні де мәні де апам ғой. Мендегі көңіл апамның батасын алмай жайланбайтын сыңайлы. Құп көремін. Онда араға бірер күн салып, апамның көңілі жай бір сәтінде салып ұрып жетіп барайық. Дархан үйінен көңілді раймен шыға берді. Жол бойы өзінің өмірлік жар таңдауда жаңылмағанына шүкіршілік етумен болды. Анасы мен бұның арасындағы жайсыздықты жуып жіберуге дайын тұрған ақ ниетті келіншегін жанындай жақсы көретіні де осы қасиеттерінен ғой. Өзге түсіне алмаса да Жұпаргүлдің бұны түсінбей адастырған кезі жоқ. Жұмысына келіп жайғаса бергені сол еді, қасына орынбасары Асан келе қалды. Әйел дауысты Асан өзін бастығының көзі мен құлағы санайтын. Неше мәрте бастығынан ұрыс естіп, сөз тасу мінезінен тыйылуын талап етсе де, сүйексінді әдетін қояр емес. Бүгін де сөйтті. Басеке, сіз жоқта жоғарыдан хат келді. Тазалық мамандары келмек екен. Ол жаңалық емес. Аурухана ол тексеруге үнемі дайын ғой. Одан басқа бір еркін тақырып қатты талқыланды. Асан мұрнының астынан міңгірлеп, еркін тақырыбын көсіліп айтуға ынтығып тұрса да, Дарханнан жасқанып тамағын кенеді. Еркін тақырыптың жел сөз екенін білетін Дархан күлді де қойды. 10 жылдан бері оны артық сөзден аулақ жүруге ондаса да, Асан сөздің қамын жайлаудан жаңылмай-ақ келеді. Ауруханада бәрі сіздің асырап алған балаңыз туралы айтып жүр. Біреулер оны сіздің жас тоқалыңыз бар, содан туған деседі. Ал енді біреулері жас қызды қорқытып амалсыз баласын тастап кетуге көндірді дейді. Елден естіп көңіліңіз бұзылмасын деп алдын ала ескерткенім ғой. Жүрегіңізге жақын алмаңыз, Басеке. Өсек қой ол. Асан сөзін аяқтай алмады. Бас дәрігердің жүзі ашудан күреніп бара жатты. Жап аузыңды. Қайдағы тоқал? Қайдағы қызды қорқыту? Басеке, мына келер комиссия бір жағы сол баланы асырап алу құжаттарыңызды тексереді дейді. Заңдылық жағынан анықтайды деседі. Дейді. Мен деседі. Дарханның көңілі енді ғана орныққан ажары ақылын алты қыр асырып жіберді. Шық кабинеттен. Тазалық мамандары қалай менің баламның құжатын тергейді екен, деп булықты бас дәрігер. Басеке, оның несіне сонша жүйкеңізді жұқартасыз? Өзіңіз де білесіз. Жүдеген жүйке қалпына келмейді. Мен бар болғаны, кет, шық, қараңды батыр. Дархан зор даусымен аюдай ақырғанда, Асанның ақ халатының етегі желп етіп тайып тұрды. Өзі кетсе де Дарханның жүрегін сыздатып кетті. Кешке дейін кіріс-шығыс құжаттарды қылықсыз қараған Дархан үйіне жеткенше асықты. Ол үшін енді жұмыс орны да жайлы болудан адыра қалды. Төрткүл дүниеде жігіттің жанын тек үй ғана жылыта алатын еді. Өсектің өртімен кеудесін күйдіріп біткен кеш тыныштық алар түніне ұласты. Дархан айтпаса да, оның көңіліндегі кірді Жұпаргүл байқамай қалмады. Күйеуін болған жайды айт деп те қыстамады. Қосағының өзі шешілер сәтін күтті. Ал ертеңіне бозарып атқан күзгі таңмен бірге бұлар да ақ үміттерін үлпілдете жолға шықты. Алыс сапар болмаса да, көңілдеріне анамыз не дер екен деген қобалжу басым еді. Ертелете жеткен ұлы мен келінін және кішкентай Арланды қарындасының үйі ашық жарқын қабылдай қоймады. Қарындасы мен күйеу баласы тура бір жаназада отырғандай рай бермеді. Анасы мүлде теріс қарап отыр. Келін-ау деген жоқ. Ұлы келмегенде тек өздері ғана отырғандай елеусіз қалдырды. Дархан отбасында үнемі ыстық көңілдің, аялы алақанның әлпештеуінде өскен еді. Ес білгелі анасының теріс қарағанын көрген еместін. Бұл тон-торыс қалып оның жанына батып кетті. Дархан бірден сөз бастады. Жұпаргүл Арланды құшақтап енесінің қас-қабағын бағып отыр. Апа, бұлайша біртіндауыңызға не себеп екенін жақсы білемін. Білсең неге келдің? Қай бетіңмен келдің?
Маған қайдағы белгісіз біреудің баласын немерем деп телу үшін келдің бе? Анасы өткен жылқыдан да суық тартқан тәрізді. Құдай-ау, бұл өзіңнің ағанасы ма, әлде басқа біреу алмасып кеткен бе? Дархан бүгін анасын тани алмай отыр. Жұпаргүл 15 жылдан бері білетін енесін бүгін басқа қатал қырынан көріп, келістерінің жөн-жосығын іші сезді. Апа, неге мені ренжіте бересің? Қарашы, Жұпаргүл және ұлым үшеуміз сені өз үйіне алып кетуге келдік. Өтінеміз, жүрші үйге. Сенсіз ол үй қаңырап қалды ғой. Дархан анасына жас баладай көздері жасарай жалынды. Ана міз бақпады. Есесіне қарындасы Маржан жағашты. Көңіліндегі бар запыранын құса салды. Сен үйдің жалғыз ұлы ретінде өз міндетіңді атқармадың. Анама немере сүйгізбей, қубасын қақшайтып, әбден жалғызсыраттыңдар. Енді ол байқұс менің аядай үйімді пайдаламай қайтсың. Ал сен әкемнен қалған кен сарай мен мал-мүлікті қайдағы біреудің баласына шашып жүрсің. Дархан қарындасының өзіне деген осыншама жек көрушілікпен айтқан сөздерінен жүрегі тасқа айналып бара жатқандай теңселіп кетті. Анасының ашуын тарқатудың орнына бауырындағы қара жыландай болып, басын қақшайта көтеріп, өсектің өртін тұтатып отырған осы екен ғой. Бәсе, әйтпесе анасы бұны дәл осылай ешқашан жазғырмайтын еді ғой. Бірақ сәтте көп нәрсені түсінген Дархан кенет атып тұрды. Жүр апа, кеттік мына үйден. Налар сенің маған деген ашуыңды өз пайдаларына асырып жүр. Өз үйімізде оңаша отырып кеңесеміз. Апа, жинал. Ешқайда да бармаймын. Менің сүйегім осы үйден шығады. Сен ана өзіңнің қолдан жасап алған отбасыңды алда жөніңе кет. Ана шақалақты көрсетпе. Оған ешқашан жібімеймін, немерем деп те қарамаймын. Жұпаргүл күйеуінің жасқа толы жүзіне көзі түсіп, іші қан жылап қоя берді. Ұлын бауырына қысқан күйі енесінің алдына тізерлеп отыра кетті. Апа, өз перзентіңізді неге сонша қинайсыз? Аяғыңызға жығылайын, үйге қайтыңызшы. Сіз кеткелі бері жанымызға тыныштық жоқ. Апа, жалынамын, ұлыңыздың бақыты үшін оған оң қабақ танытыңызшы. Солқылдап жылап, тізерлеп отырған келінін Қадиша кеудесінен итеріп жіберді. Менің сұңғыла ішім бар, бір сұмдықты сезіп тұр. Бұл бала сендерге сор болып тиеді. Кет өз сорыңмен. Баламды жайына қалдыр. Оған бала табатын әйелді өзім әперем. Апа, тоқтат! Маған 18-дегі қызды әперсең де менен бала болмайды. Белсіздік аурумен ауыратын мына менмін. Қанша емделсем де нәтиже жоқ. Жұпаргүлдің не кінәсі бар? Қорлама оны бұлай. Түрегел, Жұпарым, кеттік, көшеміз. Маржан, ана сарайдай үйді саған тастаймын. Көзің бір тояттасын дүние мүлікке. Дархан әйелін қолынан жұлқып тұрғызып алды. Жұпаргүл егіліп, жылап бауырын жазалар емес. 10 жылдан бері жасырып келген тек екеуі ғана білетін құпияны күйеуінің табан асты жария еткенін құптамағанын бас шайқауымен ғана білдірді. Ал анасы назаланып қояр емес. Өтірік, мына қатын өз кінәсін жасыру үшін сенің аузына осылай сөз салып тұрма? Бұл шеке бастан не таптың соншама? Соның құлы болып жүрсің. Кетсең кет, өз сорыңды арқалай кет. Шешесімен жүздесуден ауыр сезім құшағында шыққан Дархан көп ұзамай сонау батыстан Алматыға қопарыла көшті. Маржан әкесінің боз үйін иемденіп мәз болды. Асан орынбасар миығынан күліп, өз армандаған бас дәрігер дәрежесіне қол жеткізді. Дарханға мал-мүлік те, атақ дәреже де керек емес еді. Оған қымбатты сүттей ұйыған өмір соқпағында еш айнымайтын отбасы болатын. Қалалық өнерлі өрендер байқауының бас жүлде жеңімпазы Дархан ұлы Арлан. Жеңімпазды ортаға шақырамыз. Өз ұлының аты аталғанда Жұпаргүлдің жүрегі кеудесінен шығып кетердей қатты соға жөнелді. Жұрт алдында ең өнерлі деп танылған ұлын мақтан тұтып, осы бақытты күнге қанша қиындықпен, тіпті құрбандықпен жеткен күйеуі екеуінің еңбектері еш кетпегенін біліп, масайрай қуанды. Иә, олардың ақылды өнерлі ұлы бар. Көпшілік арасынан сытылып шығып, Дарханға қуанышты хабарын жеткізді. Әкесі, қуана бер, ұлың қала бойынша сурет салудан алдына қара жібермей озып шықты. Қазір марапаттап сахнаға шақырып жатыр.
Мен таңданбаймын, ұлымның жеңетініне сенгенмін. Ол әрбір құбылысқа асқан сезімталдықпен қарайды. Суретші үшін бұл аса қажет қасиет емес пе? Дархан қуаныштан ол екеуі ғана білетін талай құпиялар барын байқатып бір мақтанып қойды. Жұпаргүл әкелі балалы екеуінің әңгімелеріне араласса, бұл тек еркектердің шаруасы, ал әйел ерлердің сөзін бөлмей тек тыңдау керек деп әзілдейтін. Ана мен әке баласының жеңісіне марқайып, жанұя бақытына бөленіп-ақ тұрды. Арлан оқуда үздік, спортта да қара жаяу емес. Тым жақсы көретін өнері қылқаламмен түрлі оқиғалы суреттер салу. Бүгін қалалық деңгейдегі байқаудан бас жүлдені жеңіп алды. Орта мектепті бітіретін Арлан болашақ мамандығында таңдап қойыпты. Ол сәулетші болмақ. Сахнада сөйлеп тұрған ұлын көрген Жұпаргүл өткен күндердің елесінен арылып, оны әр сөзін қалт жібермей тыңдауға көшті. Мен осы жеңісім үшін алдымен анама, сосын әкеме рахмет айтамын. Осыдан кейін ұстазым еңбек сіңірді. Анама алғыс айтатын себебім, сұлулықты танып, жүрегімнен өткізіп, елеп екшеуді алдымен анам үйретті. Әкеме ризамын. Ол маған көзім түскен құбылыстардан тұтас ой түйіп, биік ойлау, талдауға баулыды. Ұстазымның еңбегі өз ісінен түсінікті. Мен осындай ата-анам мен ұстаздарым бар болғандықтан бақыттымын. Ұлының сөзінің соның қызу, қол шапалақтау мен қошемет сөздер көміп кетті. Анасы биікте тұрған ұлына қарап, шыққан биігін ешқашан ала сармасын деп күлімдеді. Қазір Арлан 4-ші курстың студенті. Болашақ сәулетші, ару қала Алматының көркін арттыруға бағытталған төл қолтаңбаларын қазірдің өзінде мойындатып жүр. Ұлының жолында жаны құрбан ата-анасының жұмақ жыры Арлан деп басталатын, шаттық әндері де Арлан деп шырқалатын, жеңіл мұң болса да ұлым деп үлбірейтін болашаққа деген сенімдері перзентім деп көмкерілетін. Апа, кешке мен үйге қонақ ертіп келемін, қарсы болмайсыз ба? Апа, сенің ұсыныс-тілектеріне қашан қарсы болатын еді күнім? Қонағасы дайын болады. Сен қам жеме. Жұпаргүл Арланды бала күндегісіне еркелете маңдайынан иіскемек болып еді, ол кейін шалқайып, апа, мен бала емеспін ғой, қызымның көзінше мені бұлай еркелетіп ұятқа қалдырып жүрмеңіз, деп қонағының жайын айтып салды. Жұрт алдында да еркелеуге де ұялатынды шығарыпты. Ер жеткеннен болар. Әй, тентегім, сен қыз дос болатын шамаға жетіп қойдың ба? Шынымен де есекенің бе? Жұпар-ау, сен менің ағарған шашыма қарада жасымызды шамала, мына бас текке қарауланды демейсің. Сен ғана сылқым күйінде қалған. Мен қартайдым, ұлым ер жетті. Дархан жұмысқа ұлымен бірге шығатын дағдысымен жиналып жүріп, әйеліне деген ыстық көңілін тағы бір ұтымды жерде танытып қойды. Әке мен апа екеуіңіздің сыйластықтарыңызға, татулықтарыңызға қызығамын. Кейін менің де осындай отбасым болса шіркін. 22-ге аяқ басқан ұлы кәдімгідей естияр болғанын отбасы турасындағы сөздерінен анық аңғарды. Жұпар, келін түсіруге дайындала береміз бе қалай? Құдай сол күнге жеткізсін. Ал кешікпей шығайық. Мен кешке жұмыстан ертерек келіп, дастархан қамын жасаймын. Үшеуі бір-біріне елпілдеп тысқа шықты. Дарханның жұмыс орнынан таяуда ғана бұйырған, ұядай ғана үйлерінде олар бақытты болатын. Алыс ауылда қалған мал-мүлкін даулап, Дархан барған емес. Қалаға қоныс аударып, тыныштық тапқандай еді. Анасымен арақатынасы үзілгеніне көңілінде қыжыл қалса да оның тірлігін сыртынан бақылап, өзі отбасында тым бақытты жүретін. Кейде өте бақытты болуға да қорқынышты болады деседі. Болашақ келіндерімен танысқан Дархан мен Жұпаргүл қош жасқа сүйсіне қарап, өздерінің жастық шақтарын еске алғандай тоқмейілі күйде отыр. Қыз да бұлар риза болатындай тым мөлдір биязы. Есіктен кіргеннен Жұпаргүлді апалап ас үйде көмектесіп, қызындай болып кетті. Дастархан басында төртеуі отыр. Бәрінің көңілдері шат. Жөн сұрасуды алыстан бастайтын қазақтың әдетімен Дархан алдымен қызын елін сұрады. Өзің түп негізін қай жақтан боласың? Алматыға көшіп келдіңдер ме? Әке, Асияның ата-анасы пәтер жалдап осы Алматыда тұрады. Асия үйінің кенжесі. Арлан ғашығының отбасы жағдайынан толық хабардар екен. Дархан балаларды сұрақпен бас тырмалатпай тамақ ішулеріне мұрша берсенші.
жұпаргүл қыздың тостағандай көздерінен имену қымсыну көлеңкесін байқап қалып күйеуін тоқтатты. Әсия, қарашы, бұл менің әкем, тергеуші болып жұмыс істейді. Тергесе анықтамайтыны 7 қат жердің астында ғана қалады. Арланның сөзіне күлген ата-анасы Әсияға шын жай жапсарды өздері түсіндіре бастады. Қалқам, біз негізі батыс өңірденбіз. Мұнда Арлан туған соң көшіп келгенбіз. Екеуміз де дәрігерлер деген қауымнан боламыз. Дархан ұлының әзіліне әсіресе мәз болып күліп алды. Біз де батыс жақтанбыз. Әкем сол батыстың тумасы. Алматылық болғанымызға 7 жылдың жүзі болды. Әсия да ақырындап өз жайын айтуға көшті. Жерлес екенбіз ғой, қай ауданнансыңдар сонда? Мүмкін әке-шешенді танитын шығармын. Дархан шалғайда қалған, өзі үшін мұнды сағынышқа айналған ауылына жақын жерді естіп қауқылдап қалды. Бірақ естігені есінен тандырды. Сол бір қара түндегі құпияның ащы түйінін енді балалар тататыны болды ма деп әке жаны шырқырай берді. Сол құпияға беріктей көрінген қара түнде Дархан Орынгүлден баланың әкесі туралы ежіктеп тұрып сұрап, өзіне жазып алған болатын. Орынгүл көкек әке туралы бар білгенін ақтарған. Дархан қайталап сұрап қатты шұқшиған. Ондағысы болашақта сол отбасымен қалайда байланыста болмаудың сақтық шарасы еді. Сол шақтық шарасы бүгін өзінің келемеш етіп алдың орады. О жаратқан, туған анасын аңыратып, туғандарының ортасынан безіп, саяқ шыққанда тапқан бақыты неге тұлдыр болып шықты? Бұл жолы Құдай сынақ емес, тозақ зікірін жіберіпті. Жылдар бойы қатерлі көмбедей болып келген құпиясы ақыры ұлын өзі іздеп тапты. Не еді ақ адамға Құдайдың көзі түзу деген осы ма? Түзде де, үйде де адал келеді. Жұпарын жылатпау үшін көп тырысты. Ең соңында айналып келіп, сол қасіретке қайта шыға алмастай болып тұншыққаны ма? Жоқ, бұл жай сәйкестік болар. Дархан еңсесін әсер түзеп. Кешір қызым, өзімен қызметте ащы болған бір танысым есіме түсіп кетті деді. Күйеуінің даусындағы дірілді Жұпаргүл сезіп, бірақ оның арғы төркінін толық түсіне алмады. Ал Арлан мен Әсия бұл құбылжуға аса мән бермеді. Сол күнгі кездесуден соң Дархан мен Жұпаргүлден тыныштық бір жолата іргесін аулақ салды. Құдайдан күні-түні тілейтіндері Алданов Қанағат Арланның шын әкесі емес, жай бір атас болса екен. Өйткені үлкендердің күнәсі үшін балалар жауап бермейді ғой. Әрі Орынгүлдің сипаттауында Қанағат ренсіз тұрпай адам еді, ал Әсия оның қызы деуге қимайтындай тым ажарлы. Құдай-ау, не дабыл салып кетті. Бала тек әкесіне тартып туыш ма еді? Дархан-ау, осы жағдайды уайымдаймын деп өмір сүруден қалдық-ау. Бүгін Әсияны үй ішімен қонаққа шақырса қайтеді? Әйтпесе сол Қанағат екенін қайдан білеміз? Менде суреті жоқ қой. Сен де жөнді ақыл айтудан қалғансың ба? Онда Арланнан Әсияның қайда тұратынын сұрап білейік. Сосын Қанағат деген сен бе? Сен осыдан 22 жыл бұрын Орынгүл деген қызды жүкті етіп тастап кетіп бе едің деп сұраймын ба? Ақылынан адасатын шығармын. Ерлі зайыпты екеуі осылай жанталас халде отырғанда Арлан да кештетіп үйге келді. Өзі өте көңілді. Даусы саңқылдап, қара торы өңі бал-бұл жанады. Әке, апа, мен бүгін әдеттегіден көбірек ақшам жұмсадым. Ренжімейсіздер ме? Бұл бір жаңалық айтуды арадан бастайтын әдеті. Әйтпесе оның ақша жұмсау мөлшерін әке-шешесі шектемейтін. Арлан әншейін қуланып тұрмаған екен. Сендер Әсияны келіндерін ретінде елестете аласыңдар ма? Мен Әсиямен сөз байласып келдім. Енді салт-дәстүр ме, жоқ өздерінің қиялдарында бір жоралғылар бар ма, соларды орындай берсеңдер болады. Мен тезірек Әсияға үйленгім келеді. Ұлдары екеуіне кезек қарап антарылып қалды. Сендер қуанып тура мен сияқты бір орында көбелек айналама десем, тіпті селтпейсіңдер ғой, неге? Балам, үйлену жайын тым тездетіп жіберген жоқсың ба? Өздерің студентсіңдер. Әке, кедергі болам деп ойлама. Егер мен үйленгім келсе, үйленемін. Рұқсат етпесеңдер, Әсиямен бірге бөлек кетіп қаламын. Арлан ешқашан әкесіне бұлай дауыс көтеріп көрмеген. Дарханды шошытқанда осы болды. Бір қызды бұлардан артық санап, өзі шешім қабылдап үйреніпті. Бірақ Дархан да өз анасына солай жасамап па еді. Өткен күндердің сағымдай елестері тағы да тіріліп көңілінде кетті. Ұлым, әкене қатты сөйлегенді қайдан шығардың?
Анасы Арланды сабырға шақырып әңгімені кикілжіңсіз шешуге тырысты. Апа, мен Асияны бәрінен де қатты жақсы көремін. Сіз әкемді қалай сүйсеңіз, тап солай. Жоқ, одан да артық сүйемін. Ал әкем мені әлі күнге дейін бала көреді. Жақсы, Арлан, түсіндім. Біз қыздың отбасына құда түсіп барамыз. Асия отбасына ескертсін, сосын дереу барамыз. Міне, менің әкем осындай ойлы, ұзын бойлы, парасатты, өте сезімтал жан еді ғой. Мен мекен-жайды беремін. Құда түсу ме, сырға салу ма, әйтеуір бір салттарында жасап, тойдың қамын бастайықшы. Әйтпесе мен Асияны шығарып салып тұрып, сағына бастаймын. Махаббаты маздаған жас жігіт әке-шешесінің әлденеге алаңдаулы екенін байқаса да, өз бақытынан басқаны білгісі де келмеді. Алматының жазғы кеші. Күндізгі бет қаратпайтын ыстық қайтқан. Кешкі Алматының сән-салтанатын байқауға Дарханның мұршасы жоқ. Жұпаргүл алда өздерін не күтіп тұрғанын білмей, алаң көңілмен кешкі құдалыққа дайындалып жүр. Дайындалып жүргені біртүрлі ерсі, әр затты бір ұстап қайта тастай салады. Ас үйге неше рет кіріп шыққанын есебін білмейді. Әйелінің тыпырлаған жүрісі Дарханның жүйкесіне тиді. Жұпар, қолына осы соңғы ілінгенін ки. Құз күнінде мені бұлай күттірмейтін едің, не де болса тездетіп барайық. Дархан, қорқып тұрмын. Егер мен қорықпайды деймісің, жүр шығайық. Тағдырдың не тарту тосып тұрғанын бара көреміз. Сөйтті де екеуі машинамен зуылдап, желмен жарысқандай кетіп бара жатты. Дархан тез жетіп, өзін қай күннен бері іштен жеген ой құртынан арылғысы келді. Жұпаргүл құдайына мың мәрте сыйынып, қауіптерінің теріске шығуына дұға етіп келеді. Арланның айтқан мекен-жайын едәуір іздеп жүріп таптау, әйтеуір. Қанағаттың үйі де құда келер деп күтіп отыр екен. Үйдің үлкендері бұларды сырттан күтіп алды. О, Дархан деген құдам сен боларсың, төрлетіңдер. Шиқандай сары, еңгезердей үй иесі гүрілдей сөйлеп, қонақ жайлылық танытты. Жұпаргүл машинадан түсе сала әйелге ғана тән сезімталдықпен оның бүкіл өн бойын андаусыз ғана көзімен тінтіп, Арланға ұқсастық таппады. Әлде бір ұқсастықты көргісі келмеді ме? Қуықтай ғана жалдамалы пәтердегі құдалық жайлы әңгіме тым ұзаққа созылмады. Той күнін белгілеумен аяқталды. Әңгіме үстінде Дархан қанағаттан сыр тартып көрді. Әйткенмен жарытып ештеңе біле алмады. Күпті көңілдері сыздап қала берді. Ал құдалықтан соң Арлан мен Асия өздерін тым еркін ұстауға көшті. Асия бұлардың үйіне кез келген уақытта келіп қонып қалуды шығарды. Арлан кей түндері үйге қонбайтын болды. Дархан ұлына бұл қылықтарының орынсыз екенін айтқанда, ұлы қазір сенің заманың емес, жаңа ғасыр деп жауап берді. Ақыры Дархан қанағат құдасын оңаша кездесуге шақырды. Олай етпеске амалы да қалмап еді. Енді міне минуттарды Алладан ажал әмірін күткен пақырдай дірілдеп өткізуде. Құдасы құрғырда кешігіп жатыр. Сөзінде тұрып, жалғыз келсе жарар еді. Құдай-ау, келмей қалама? Сағатына қарады. Кешкі 5-ке қарай енді еңкейіпті. Уағдалы уақыт 6 еді ғой. Қазір не болады деген ой санасын санға бөлді. Жұпаргүл де 10 жаңалық күтіп, қайта-қайта қоңырау шалып жатыр. Әне, құдасы өз қарнын өзі әрең көтеріп, маймыраттап келе жатыр. Дархан оның алдынан шықты. Дәмханадан өзі дайындаған орынға ертіп әкелді. Қазақтың амандық саулық сұрасқанының өзі сүт пісірім уақыт алады. Арғы бергінің амандығын біліп барып, қанағат шай сораптауға кірісті. Өткенде де айттым, бүгінде қайталаймын. Өзіміз пәтер жалдап, күнімізді әрең көріп жүрміз. Қызыма шалқытып, ұзату тойын жасай алмаймын. Асия да біледі онымызды. Сендер қалының берсендер, бір қызды пәтерден ақырын ұзатамыз. Мен сізді мүлде басқа жайт туралы сөйлесуге шақырып едім. Құдасының ұзату той жайындағы сөзі Дарханның құлағына жетпеді. Өз сұрағын табан астынан қоя салды. Шыдамы таусылды. Бүгін тыныш ұйықтап әйелінің көңілін демдеп, сосын аңызға айналатындай ғажайып той жасайды. Ал мына малшын құдасы ұсақ әңгімемен уақытын өлтіріп отыр. О не дегенің? Сен менімен той төңірегінде кеңесем деген соң келдім ғой. Автобуста шаршап, жолға шығындан. Сен Орынгүл деген әйелді танисың ба? Оқтай қадалған оқыс сұрақтан қанағаттың өңі қашып кетті. Не? Қай Орынгүл? Таныса қайда екен? Ұлын әкем тергеуші деп айтып еді, рас екен ғой.
Қай Орынгүлің не? Неше Орынгүл танисың? Қайсысын жүкті етіп тастап кетіп едің? 22 жыл бұрын не болып еді, есіңе түсір. Сен мені тергеуге шақырдың ба? Әйелдердің қорғаушысы болып жұмысқа тұрдың ба әлде? Қанағат өз сөзіне өзі мәз болып ырқ-ырқ күлді. Күлкінің орны емес қазір. Орынгүл деген қызбен әуе болмап па едің? Ол кезде 2 баласы бар, кеш білдім деп еді Орынгүл. Ізбасар деген әкесі бар болған. Аудан орталығындағы қасапханада. Ей, маған бұндай сұрақ қоятындай сен кім едің? Бекер келген екен. Ана көзі жұмылып қалған ұлың айт, менің қызымды төңіректемесін. Бітті, мен кеттім. Ешқандай қызда бермеймін. Ал Арлан сенің ұлың болса қайтеміз? Айт, Орынгүл деген танысың болып еді? Дархан мына мес қарынның санасына әңгіменің астары жетпегені біліп, ашудан буынып кетердей тіс арасын сыздықтата тәм-зәрлі сөйледі. Не? Арлан сендердің ұлдарың емес пе? Сонда қалай? Біз оны асырап алғанбыз. Анасының аты Орынгүл. Ол қыз баланың әкесінің аты жөні. Өркөкіректікпен орнынан түрегелген Қанағат сылқ етіп отыра кетті. 22 жыл бұрынғы естеліктер көз алдында есіңнен айыра елестей жөнелді. Аудан орталығына қатынап жұмыс істейтін, әйелі мен 2 баласы ауылда қалатын. Үйден сәл жырақ шықса өзін бойдақ сезінетін еді. Сондай салт бас сабау қамшылы кезінде Орынгүлмен танысты. Бұрын алданып көрмеген жас қыз бұның еліктіруіне тез көнді. Үйде әйелін күттіріп, түзде тағы бір әйелмен пай шіркін керемет күндер еді. Нағыз еркек солай болса керекті. Бұрынғылар 5-6 әйелге дейін ала берген ғой, ал бұның 2 әйелге шамасы жетпей ме? Жеткенде қалай? Осылай Орынгүлді бар өтірігіне сендіріп, онымен құмарын қандырып жүргенде жүктілігін естіді. Өзін тәжірибелі санайтын ожар еркек ондайға мүмкіндік бермейтіндей өзіне сенімді еді. Бірақ Орынгүл махаббатымыздың жемісін көтеріп жүрмін дегенде көпе көрінеу күйіп кетті. Анда-санда бір тәттісінен тамсандырар татқызса, солда жететін еді ғой. Ал ол ақымақ жеміс дейді. Ақыры өз өтірігін өз ашуға тура келді. Орынгүл тұрған орнында қалшайғанда қалған. Бұл оның не күй кешкенін андап жатпаған, айтарын айтты да қолын сілтеп кете берді. Араға 2 жыл салып Асия дүниеге келді. Асия, қызым мүмкін емес, жоқ, Орынгүлдің ұлы алдынан шығу мүмкін емес. Құдайдың олай кәрленетіндей сенің не жазығың бар? Қанағат кемсіндей тұсқа ұмтылды. Ал дәл бұлай қорланатындай Арланның не айыбы бар? Дархан ожар сарының соңынан ілесе шықты. Тағдырмен текте-тірес келуге тайсалмайтын өр мінезі Дарханның бұл жолы сағысынды. Іші бауыры сұп-суық болып мұздап бара жатты. Тек бұл мұздаудың соңынан жылылық болмайтынын мойындамай, әлдебір әлсіз негізсіз үмітпен Қанағатты қуып жетті. Тоқта, ол емес болар, басқа Орынгүл болар. Есіңе түсір, тағы қандай ерекше мәліметтер білетін едің? Алла мені бұлай жазалама. Мен Орынгүлге әкеңнің үйіне барып ту деп тексізденіп едім. Енді өз қызым. Жоқ, ойлауға да қорқамын. Дархан бұдан арғысын естімеді. Естуге қауқары қалмады. Құлағына қайран анасының азына үні келді. Сен енді тек құрдымға шөгесін. Ана баланы сорына бола асырадың. Апа, анашым, тылсым күш саған ұлыңның соры қайнайтынын сездірген екен ғой. Сол кезде мен де осы ақыр заманды барлай алсам ғой. Апатайым, ұлыңды құтқаршы. Мен қазір тозақтың түбінде тұрмын. Құтқаршы, анашым. Ақбатанды алмай кетіп едім. Бүгін соның көресісін көрдім ғой. Ақылданам, менің қандай күнәм бар еді. Енді қалай өмір сүремін? Ұлың өліп барады, апа. Дем берші, келші қасыма. Тұншығып барамын. Дәмхана алдындағы шағын саябақта сілейіп, ұзақ отырған Дархан осыдан 5 жыл бұрын о дүниелік болған анасының рухынан жәрдем күтті. Алла аямаған пендені әруақтар қорғай ала ма? Алланың қаһарына ұшыраған пенделер қыбырлап өмір сүргенсіп жүр. Қанағат беті қалыңдығына басып, үйіне түк болмағандай барған. Өзінің жазасыз қалдым деген күнәсінің азабын қызына танып берген ол бұдан шығар жол Асияны Арланмен кездестірмеу деп шешті. Ал жастар бұл шешімді түсінбей дал болды. Арлан әкесінен көмек сұрады. Бірақ Арланның күткен қолдауын ата-анасы бермеді.
қайта қанағатты жақтап шықты. Отбасын құруға әлі ерте екен, ақылдары толыспапты. Тіпті анасы Асия көзқарасы суық, тартымсыз қыз деді. Көз алдарында тұрған әдемілікті көрмей, бұл ата-анасына не болды? Әбден қиналған Арлан сабаққа да бармай, Асиямен жүздесудің жолын іздеді. Қалта телефонында қағылған Асиядан қазір хат-хабар сиреді. Одан жырақ жүрсе, өмір гүлі солып бара жатқандай сезінетін Арлан ақыры шыдап тұра алмай қыздың үйіне өзі барды. Асияны көре алмады. Қанағат шығып итке жекіргенде айқайлады. Даусында бұған белгісіз кек бардай. Ешқашан бұны қолдаусыз қалдырмайтын анасы мен әкесіне не жорық. Мына тантық сарының сөзіне еріп алыпты өздері. Алғашында бәрі керемет еді, ал бүгін керемет күндерін оңайлықпен бергісі келмеген Арлан Асияны торуылдауын қоймады. Бәрін тастап, екеуміз бірге қашайық. Сәбиім, екеуміз сенсіз қиналып кеттік, депті Асиясы. Үлкендер екеуінің кездесуіне кедергі жасап, қанша сылтау айтқанмен Арлан сүйіктісінің өзіне деген көңілінің айнымайтынына кәміл сенімді болатын. Сенімді алдамапты. Қуанса да жалғыз қуанатын болған ба, кімнен ақыл сұраса екен? Әкесі ме? Жоқ. Оны соңғы кезде түлен түртіп жүр. Жақындап қалған қарттық жылдарына мойынсұнғысы келмей ме, тұнжырауды жиілетті. Анасына айтуға болады. Я, анасы бетін қайтармас. Осы үймен бөлмесінен атып шыққан Арлан ас үйде үнсіз отырған Жұпаргүлдің жанына келді. Апа, тағы да көңілсіз отырсыз ба? Не болды осы сіздерге? Жандарыңыз дертті ме? Болса, ол қандай дерт? Жоқ, еш ауырымыз жоқ. Әкенің жұмыстарында бір жайсыздықтар орын алып. Апа, мені алдама. Мен өтірікке сенетін кішкентай бала емеспін. Шынында айт. Мен неге Асиямен кездеспеуім керек? Ол саған тең емес деп жақауратпа. Жетер енді жасырынбақ ойнағандарың. Арланның бақырып шақырған даусына қонақ бөлмедегі әкесі жетіп келді. Анана қалай дауыс көтересің? Оны ренжітіп алудан қорықпайсың ба? Әке, ал екеуің мені қинаудан ләззат аласыңдар ма? Мен Асияны сүйемін, және оның аяғы ауыр. Біз үйленеміз. Басы артық сөз айтып, бекер шашамандар. Мен соны айтайын деп едім. Сендер тіпті сау адамша отырып, сөз ұғудан қалыпсыңдар. Түсініп алыңдар. Мен үйленемін. Мен әке боламын. Тағдырмен тайталаста ерлі зайыптылар жеңілді. Қайтып, бас көтере алмастай ғаріпке айналды. Алла бермеген баланы қолдан жасап, бақыт деген әлемді қиялдаған құрған екен, енді ессіз күйге түсті. Жазмыш қоссорлыға қарсы келіп сақ-сақ күлді. Жазмыш өзінен озар күш жоғын білетін еді. Құтылам деп өткенінен көз көрмеске қашса да қайта құтылмастай болып тұтылды. Отбасын сақтау, шаңырағын шайқалтпау енді мүмкін бе? Соңғы амал қандай болмақ? Ұлын, өзін сүйікті жұпарын қалайда қорғаштап қалуға тырысқан Дархан бар даусымен аттанға басты. Жоқ, бұлай болмайды. Сен бізді алдап тұрсың. Саған ондай тәрбие бермеп едік. Жоқ, әке, сенбеске амалым жоқ. Жаңа ғана Асия хабарлама жолдады. Сенбесең өзің қара. Дархан жүгіріп барып ұлының ұялы телефонына жармасты. Жұпаргүл тәлтіректеп тұруға шамасы жетпеді. Дархан үніліп ұзақ тұрды. Жұпаргүл өз жүрегінің соғысын ести алмай аузы ашыла берді. Ах, Құдай, балалардың қалжыңы болса екен. Кенет Дархан балаша солқылдап жылап, бүктетіліп отыра кетті. Жұпаргүл тынысынан айырылды. Дүние тоқтап, тірлік қараң қалды. Соңғы демі шығарда Құдайды аузына алмады. Құдай бар болса, әділ болса, өзге біреудің күнәсі үшін өзгелерді жазаға тартпас еді ғой. Жоқ, ол жоқ деп күбірлеген Жұпаргүл жарықтан қараңғыға ене берді. Бұл шынжыр түрінде шырмалған оқиғадағы алғашқы құрбандығын ажал асыға қақшып алды. Келесісін қайсын деп ажал ойнақ салды. Тағдыр деген теперіш иесі оған кезекті олжасын санап беріп жатты. Жар қайғысы Дарханды еңсесін тіктей алмастай қылып қанжылатып кетті. Шіркін, егер жұпары ажырасайық деп қинала қиылғанда келіссе, бұл тамақ отына тіріде күймес еді ғой. Анасын тыңдағанда, бірақ әттең-ай, өзін жұбата алмады. Жұбаныш іздеуді де қойды. Кіммен жұбанады? Жер бетінде бұған медет берер кім қалды? Тоқта, ұлы бар емес пе?
оның тағдыры қыл үстінде. Көзі жұмылғанша ұлына өмірден орнын тауып беріп кетсе арманы болмас еді. Бөлменің қараңғы болғанын да байқамаған Дархан ас үйге кірді. Кенет тосылып қалды. Әсия отыр. Арланды жұбатып отыр. Арлан оның иығына басын сүйеп қыздай сыңсуда. Әсия ғана оған жұбаныш болатынын Дархан бар жанымен өзінің өміріндегі күйлерден барынша түсінді де жаны қайта қысылып кетті. Шарасыз отыра бермей әлдене тындырғысы келді. Сөйтті де сөз бастады. Оның ақыры не боларын болжауды да қойды. Мына екі жастың түк жазығы болмаса да шыбын жандары шырқырағандарын көргісі келмеді. Арлан, барлам, басыңды көтер, айтарым бар. Әке, есіңді жидың ба? Мен енді қалай өмір сүремін? Анам менің кесірімнен көз жұмды. Мен анамның өліміне себепші болдым. Боздай жылаған Арлан әкесінің бауырына өзі келіп тығылды. Бала кезінен осылай еді, әлі сол қалпы. Бірдеңені бүлдірсе бірінші болып өзі айтып, әкесінің бауырына тығылатын. Бұл жолы әке құшағы оны қасіретінен қорғай алмады. Қанша тырысса да құрдымға батып бара жатқан өмір кемесін түзей алмады. Арлан, апаң сенің кінәңнен бақилық болған жоқ. Оған басқа бір жағдай түрткі болды. Жаны нәзік апаң сол шындықты көтере алмады. Сен Әсия екеуің бауырсыңдар. Бұл сөзді қос жас түсініп жарытпады. Қалай бауыр болсын? Айдаладағы қаймана қазақтар емес пе? Екеуінің арасы 3 жас. Қазақ сұраса келе туыс шығады деген осы ма? Қалшайып қалған қыз бен жігітке Дархан бар күшін жинап шындықты қанын тамшылатып баяндады. Әр сөзі қайғы қорғасынындай тұңғиыққа батырып бара жатты. Үйінен қашып шыққан Әсия мынадай сұмдықты естеймін деп келмеп еді. Арланның мынадай сұмдықты естігенше өзін ана өліміне айыпты санап күн кешкені әлдеқайда жақсы еді ғой. Тағдыр адамдарға қашан таңдау жасатыпты. Егер таңдауға мұрша бесе, Арлан мен Дархан жұпаргүлдің ғана ұлы болып қалар еді. Сұрқия тағдыр тезге салмақшы ма қос тентекті? Тезге саламын деп езіп жіберген жоқ па? Дәл осы сәтте ажал тағы бір құрбандығына тұзағын құрып шыдамсызданып отырды. Жалған, бұл сұмдықты аузыңыз қисаймай бізге қалай айтып отырсыз? Әке, олай емес деші, біз енді не боламыз? Сәбиімізді қайтеміз? Жанды қуырған бұл сұрақтарға Дархан жауап беретін халде емес еді. Ол сөзін аяқтап тас мүсіндей мелшиіп қатты да қалды. Әсия үйден құйындай атып шығып, етегі жасқа тола ебіл-дебіл болып көшеге жүгіріп шықты. Ештеңені көрген де естіген де жоқ. Шынылдап бітіп қалған құлағы кенет ашылды. Апырау, өзі ұшып келе ме? Жоқ, жүгіріп келе ме? Жылап келе ме? Әлде сақылдап күліп келе ме? Қым-қуыт бір құйын қызды орап алғандай түрлі дауыстар елестеді. Арлан сенің ағаң, сендер бауырсыңдар. Құлағы қайта тұнып кетті. Лақтай ырғыған қыздың соңынан оған жеткен Арлан Әсияны құшағына алды. Тағдыр қамытының қашқан қыз тулап құшағынан сытылып шығып зымырап бара жатты. Балалардың ізімен үйден шыққан Дархан жүгіріп келе жатқанын, не бір жерде қимылсыз қатып қалғанын ажырата алмады. Бар ойы ұлы мен қызда, денесі игерусіз қалды. Арлан да арман болған ғашығына жетіп жандарымен қолынан ұстады. Осы ой Дарханды қанағаттың үйіне ұшырып алып келді. Түн қараңғысында есігін жұлып алардай қаққан Дарханды көріп үй іші тегіс шошынып қалды. Онсыз да Әсия қашып кетіп әптер-тәптерлері шығып жатқан. Қанағат қызды сен қашырдың деп әйелін таяққа жығып салыпты. Селкілдей жылаған әйел мен баласын көрсе де жалғыз ой ғана билеген сана ойланып жатпады. Ей арсыз неме, сен балаларды өлтірдің, енді ажалың менен деп тістенген Дархан Қанағаттың жағасынан ала кетті. Кебеже қарын оп-оңай илектіліп Дарханның кек жұдырығының астында қалды. Ойбай, не дейді, өлген кім? Нең бар бұл жазғанда? Босат, деп безектеген ана әкесін арашалауға ұмтылған ұлын қорғай берді. Балалар өлді, сен өлтірдің деп қырылдады Дархан. Қатын мынау есінен адасқан, оның сөзіне мән берме, тез полиция шақыр. Жоқ, шақырмаймын, алдымен не болғанын айт.
бәрін түсіндір. Асияға не шүйліктің? Асия мен Арлан жоқ. Мен олардың кегін алуға келдім. Соңғы ісім сен боласын найсап. Дархан қанағатты тепкінің астына алды. Әр тепкен сайын кегі шиырға берді. Мынау Орынгүл үшін. Оны неге жүкті күйінде ойыншықтай тастап кеттің? Жазығы не еді? Ал мынау әйелің үшін. Ауылда қалып, сенің малы жанына ие болған үшін көзіне шөп салдың ба? Мынау денесі әлі суымаған Арланның кегі үшін. Мә саған. Ал мынау мөлдір қыз Асия үшін. Сенің ауыр күнәнің азабын ол неге тартты? Арланмен бірге жан тапсырған қызғалдақтай қыздың не жазғаны бар? Менің жұпарым да сенің күнәңнің азабын шегіп, сол азапқа шыдай алмай өліп кетті. Мә, өл! Жалғыз өзің қанша адамның өмірін құрдымға жібердің. Ал Асияның құрсағында өлім құшқан сәбидің қандай қылмысы бар еді? Сен неге тірі жүрсің? Мен Асияның тегі жайлы білген күні өлгенмін. Мен өлгенмін. Мен өлікпін. Сені ажалдың қолына тапсырамын. Қашпа қанішер. Қанша адамның қанын жүктеп енді қалай өмір сүрмексің? Ұмар-жұмар арпалысқан екеу ешкімге араша бермеді. Ауладағылар полиция шақырып, өздері бар болғаны тамашалаудан арыға аспады. Дархан жер бетіндегі соңғы әрекетін орындамай кетпеуге бекінген. Қанағатта қарсыласуын қояр емес. Бар күшімен тепкілген Дархан кенет Қанағаттың оп-оңай сұлап түскенін байқады. Санасындағы жалғыз ойы оны ойланудан ада етті. Дархан сұлқылаған мес қарынның үстіне қонып аяусыз ұрғылады. Кенет жиналғандар шу ете қалды. Селебе пышақ сілтеп күйеуін сұлатқан Асияның анасы болатын. Кеудесінен жаны шықпай ыңырсыған арсызды әкетуге ажалда асықпады. Дарханның ойында бір ғана кек ойы атой салып тұрды. Жазғы түн бұл көріністен шімірікпестен ай өз ажарына өзі сұқтанып, барқыт көкте жұлдыздар жымыңдасып тұрды. Достар, егерде менің әңгімелерім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Рахмет.